Құран тыңдап отқанда зікір салауат айтуға бола ма деген мына жерде сұрақ келіпті. Жоқ, болмайды. Өйткені Алла тағала Құран оқылса, Құранды тыңдаңдар және үндемеңдер дейді. Сол дәретті болу керек пе Құран тыңдағанда дейді. Жоқ, Құран тыңдағанда дәретті болу шарт емес. Құранды жатқа оқығанда да дәретті болу шарт емес. Ал бірақ Құранды ұстап оқитын болсаңыз, Құранды ұстау үшін дәретіңіз болу керек. Үшін үндемей Құранды тыңдау керек. Зікірдің ең үлкені Құран болып табылады. Ұстаз сөйлемей жүрген балаға оқылатын сүрелерді нақты жазып жібересіз бе дейді. Нақты жазып жібергенде, яғни ол әлгі өткенде айтып кеткен мәселе ғой. Құранда Алла тағала айтқан وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء деген аят бар. Әдетте сол аятты оқып дем салады. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء. Яғни барлық нәрсені сөйлеткен Алла тағала бізді сөйлетті деген сөз, аят Құрандағы. Әдетте соны оқиды. Одан кейін Ар-Рахман алламал Құран халақал инсан алламахул баян. Яғни алламахул баян деген сөздің де мағынасы, яғни Алла тағала сөзді үйретті дегенді білдіреді. Сол аяттарды, яғни одан да басқа да, жалпы Құран шипа ғой, бірақ тақырыпқа байланысты аяттар солар болып табылады. Одан кейін бағанағы Иқра бисми раббикаллази халақ халақал инсана мин алақ. Иқра бисми раббикаллази халақ. Жаратқан Раббыңның атымен оқы. Халақал инсана мин алақ. Адамды ұйыған қаннан жаратты. Иқра ва раббукал акрам. Аллази аллама бил қалам. Алламал инсана ма лам я'лам. Адамға білмеген нәрсесін үйретті деген аятты да оқитын болсаңыз, оның да тақырыпқа қатысы бар. Яғни жалпы осы аяттарды оқып дем салуға болады. Алла тағала баршаңызға разы болсын, сауабынан жазсын. Ұстаз, басқа діндегі адамдармен амандасу жайлы айтып жіберсеңіз дейді. Енді басқа діндегі адамдармен бағанағы сәлеметсіз бе, здрасте деген сияқты сондай сөздерді айтып амандасасыз. Енді транскрипциямен ілесіп отырса бола ма дейді. Енді бұлай жалпы түсіну үшін, қай жерде не оқылып жатқанын білу үшін қарап отыруға болады, бірақ онымен шектеліп қалуға болмайды. Сол арабша, кәдімгі өзінің ана тілінде түскен Құранды оқуға, соны үйренуге тырысу керек. Ауыз бекітуге 3 минут кешігіп қалдым, енді не болады дейді. Енді бұл жерде минут мәселесі, кейде мысалы кейбір кестелерде кішкене страховка жасалған, кейбіреулерінде тура сол таң ататын уақыт көрсетілген. Бұл жерде мәселе, яғни 1 минут, 2 минут деген мәселе емес. Мәселе бұл жерде таң атты ма, атпады ма деген мәселе. Таң атқан болса, таң атып кеткеннен кейін адам жейтін болса, ол күннің қазасын өтеп беруі керек болады. Таң атпаған болса, онда болады. Бұл жерде мәселе таңның ату атпауы. Бізде енді шариғатта уақыты солай көрсетіледі ғой, сағатпен көрсетілмейді. Ал сағат бізге соны мына уақытта таң атады, мына уақытта күн шығады, мына уақытта мынаны уақыты кіреді деген секілді, соны жеңілдетіп беру үшін. Ал енді мысалы бір жылдары болды, бір кестелерде таңның атуынан бір жарты сағат алдын таң кіреді деп қойды. Кейін ол кестелер түзетілді. Мысалы ол жерде жарты сағат алдын деп қойды. Сіз ол кестеден 10 минуттан кейін жесеңіз де сіздің оразаңыз дұрыс. Неге? Өйткені ол кезде қарасаңыз әлі қап-қара таң атпаған. Сол үшін бұл жерде мәселе таңның атуы. Енді таң атқан болса, оразаңызды қайтып тұтып бересіз. Таң атпаған болса, онда оразаңыз дұрыс. Осы біздің ата-бабаларымыз түріктер ғой. Сол түріктер Нұх пайғамбардың 3-ші баласына тараймыз ғой. Я сол рас па деді. Енді бұл тарих мәселесі, оны көбірек тарихшылардан сұрау керек. Енді менің өзім мамандығым тарих болмағандықтан да. Енді жалпы бүкіл адамзат сол Нұх алейхиссаламның балаларынан
тарады деп келеді. Солардың бірінен сол түркі халықтар тараған деген сөзді мен де естіген, бірақ енді мен өзімнің мамандығым болмағаннан кейін ол мәселеге кіріп мынандай деп айтпай қояйын. Ер адам дәрісін көру әйел адамға болады ма? Болады, өйткені енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда ер адам еді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға әйелдер келіп арнайы бір күнді бекітіп қойған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелдердің сұрақтарына жауап беретін, әйелдерге білім үйрететін, әйелдерге арнайы сондай бекітілген күн болатын еді. Ал енді ер адамның әйелден сабақ алуы енді кішкене бұл жерде мәселе енді махрам емес, жалғыз емес деген секілді мәселелер кетеді. Тіпті енді жалпы ер адам мен әйел адам да ол жеке отырып бір-бірінен сабақ алуына болмайды. Аузымды су ішпей, құрма жемей жаптым, ештеңе етпей ме деді. Жоқ, ештеңе етпейді. Нәпіл намазды күйеуіңнен рұқсат алу керек пе дейді. Жоқ, рұқсат, яғни әр намазға рұқсат па деп бәрібір рұқсатын алу шарт емес. Бастысы сіздің яғни үйдегі қызметіңізге, сол отбасыңыздың алдындағы міндетіңізге кедергісін келтірмеуі керек. Сол тұрғыдан айтылады. Енді сіз білесіз, мысалы, күйеуіңіз сіздің нәпіл намаз оқығаныңызға қуанбаса қайғырмайды. Оның барып әр екі ракат нәпіл оқиын деп едім, маған рұқсат бересің бе? Қайтадан барып екі ракат нәпіл оқиын деп едім, рұқсат бересің бе деп, әрбір мәселеде одан рұқсат сұрау емес. Бұл жерде жалпы сіздің қызметіңізге кедергі келтірмеу керек. Одан кейін жалпы оның келісімін біліп тұрсаңыз, бастысы сол жеткілікті. Ассаламу алейкум ұстаз, басында соңында фатиха оқыса бола ма деді. Жалпы фатиха оқуға болады, бірақ фатиха оқу міндетті емес, өйткені біз намазда емеспіз. Намазда хатым жасап жатқан жоқпыз. Намазда болса, әлбетте әр намазда бірінші фатиханы оқу керек. Ал бірақ жай хатымда фатиханы оқу міндетті емес. Ұстаз, бүгін сухурға кешіктім, бірақ су іштім дейді. Сухурға кешіктім деген, егер таң атып кеткеннен кейін су іштім деген сұрақ болса, онда оразаны қайтып тұту керек болады. Жұмыста отырып, тыңдап отырғанда клиент келіп қалғанда сөйлеуге болады ма? Сөйлеу керек болатын болса, сөйлеуге болады, иә. Әйелден қорықпайды, керісінше күнәдан Алладан қорқады. Енді бұл жерде не мәселе болып жатқанын мен мүлдем түсінбедім енді. Дәрі көзге дәрі тамызса ораза бұзыла ма дейді. Жоқ, көзге дәрі тамызса ораза бұзылмайды. Аға, мен аяғым ауыр, сол үшін ораза ұстай алмадым, бірақ тарауих намазын оқуға бола ма дейді. Болады. Енді кейін, бірақ мынау қазасын өтеп беру керек болады оразаның. Кешке бұйыртса күш қуатыңыз болса сұрақ жауапқа шығасыз ба дейді. Егер үлгеріп үйге ертерек келіп жатсам, бұйырса шығуға тырысамын. Құран тыңдай алмаймын, ашуланып па, миым ашып па кетеді, не істеймін деді. Енді бұл шайтанның азғыруы болуы мүмкін, немесе екінші вариант, шайтан адамды солай ашуландырып, Құран тыңдатпауға тырысады. Құранда Алла тағала мүшриктердің сөзін келтіреді ғой. Ла тасмау ли хазал Құрани валғау фихи. Құран тыңдамаңдар, Құран оқылса шулаңдар деген. Яғни солай миыңызды ашытып, шайтан тыңдатпауға тырысады. Екінші вариант, бұл жерде мұндай адамның ішінде жын болуы мүмкін. Сол жынының Құран тыңдаған кезде мазасы қашады. Дәретті болу керек пе Құран тыңдағанда дейді. Жоқ, Құран тыңдағанда дәретті болу шарт емес. Бірақ қолыңызда Құран ұстап отырсаңыз, дәретсіз Құран ұстауға болмайды. Бала түнде шошып қатты жылағанда қай сүрелерді оқу керек дейді. Мен оны
кеш емеді, алдыңғы сабақта айтқан болатынмын, алдыңғы сұрақ жауапта. Аяттардың номері есімде жоқ қазір. Бақара сүресінде, кейін Раад сүресінде, Фатх сүресінде, сол сүрелердегі аяттар. Оны келесі жолы айтып берейін тағы да бұйырса. Ұстаз, зекетті қарызы бар ұл қыздарының қарызын өтесе болады ма, немесе ағайын туысына берсе болады ма? Зекетті ұлыңызға, қызыңызға бере алмайсыз. Яғни пайдасы өзіңізге қайтатын адамдарға бере алмайсыз. Сіздің ұлыңызға усул фуруат дейді, жалпы шариғатта усул дейді, яғни сіздің дүниеге келуіңізге себеп болған адамдар, оларға беруге болмайды, және сіз олардың дүниеге келуіне себепкер болған адамдарға беруге болмайды. Ұлыңыз, қызыңыз, немереңіз деген сияқты оларға берілмейді. Енді ағаңызға, ініңізге, әпкеңізге, қарындасыңызға бере аласыз, егер олар сіздің қолыңызда тұрып жатпаса. Сіздің қолыңызда тұрып, сіздің содержанияңызда болса, онда бере алмайсыз. Неге? Өйткені сіз оған ақша бергенде, яғни күнделікті бағанағы содержание дейсіз, өзіңіз оған жұмсап жатқан ақшаны азайтасыз, пайдасы өзіңізге қайтады. Ондай кезде беруге болмайды. Жалпы бірақ ағайын туысқанға беруге болады. Егер сіз олардың киіміне, ішіміне, тамағына жауапты болмасаңыз. Ассаламу алейкум, мешітте қай күндері боласыз және сағат нешеге дейін боласыз? Енді қазір оразаның уақытында сол енді осы онлайн хатымнан кейін келсеңіз болады бұйырса. Балам кекештеніп сөйлейді, соған аят бар ма дейді. Енді нақты бір аяттар жоқ, бірақ мен бағана айттым ғой, сол аяттарды оқып дем салуға жалпы дем салсаңыз абзал. Енді өлімнен қатты қорқамын, жақындарымнан айырылып қалудан қорқамын, көп ойлаймын, қалай ол ойдан арылсам болады, не істеуге болады деген сұрақ. Енді бұл өлім ақиқат. Ол кез келген адамның Алла тағала белгілеп қойған өмірі бар. Құранда Алла тағала فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ажалы келетін болса, олар бір секундқа да кешіктіре алмайды дейді. Бір секундқа кешіктіре алмайсыз, бір секундқа оны ілгерілете алмайсыз. Алла тағаланың белгілеген ғұмыры бар. Адамның дәм тұзы таусылған кезде ол адам кетеді, ал қалғаны жай ғана себеп қана. Біреу ауырып кетеді, біреу кәрілікпен кетеді, біреу авариядан кетеді, біреу тағы басқадан кетеді. Бірақ ол адамның тағдыры, соның ішінде қанша жыл өмір сүретіндігі жазылған. Сол үшін біз өлімнен емес, өлгеннен кейін жағдайымыз қалай болады, соны ойлап қорқуымыз керек. Өйткені өліммен мәселенің бәрі бітпейді. Өлім бұл тек қана бір уақытша сынақ дүниесінің бітетін бір уақыты. Сіз бұл дүниеден кетесіз, мәңгілік өмірге өтесіз. Ертең мәңгілік өмірде бұл дүниеде жақсы болсақ, ағайын туысқандарымызбен, сол айырылып қалам деп қорқып жатқан ағайын туысқандарымызбен, ата-аналарымызбен, отбасыларымызбен бәріміз бірге жәннатта боламыз, егер соған лайық болсақ. Сол үшін сол жолда әрекет ету керек. Яғни имансыз, құлшылықсыз өліп қалудан қорқу керек. Ал өлім ол ақиқат, ол қорқатын нәрсе емес. Құран тыңдап үй іші жұмысын істеп жүруге болады ма? Иә, болады. Жұмыс істеп жатып Құранды қойып тыңдауға болады ма? Болады. Аудармасын оқып отыруға бола ма деді. Енді аудармасын басқа уақытта оқыған дұрыс, өйткені ол аударма ол Құранның өзі емес. Құран тыңдаған кезде сәждені қалай жасау керек дейді. Сәжде аятын оқитын болсаңыз, онда тұрасыз да Аллаху акбар деп сәждеге кетіп,
сөйтіп қайтып тұрасыз. Ұстаз, кәпірлер деп кімдерді айтады деді. Кәпірлер деген яғни мұсылман емес деген мағынаны білдіреді. Кәфара сөзі араб тілінде жалпы бір нәрсені көму, жасыру дегенді білдіреді. Яғни ақиқатты жасырған, ақиқатты мойындамаған деген мағынада жалпы яғни шариғатта кәпір деп мұсылман емес адамға айтылады. Кәпір деген бірақ бір балағат, сөгу сөзі емес, соны да біліп алайық. Кәпір деген яғни ол термин, мұсылман емес дегенді білдіреді. Қатты шаршап тұрса, жатып тыңдаса бола ма екен дейді. Болады. Жатып тыңдауға болады. Намазда сүре оқып жатқанда бір аятты 2 рет қайталау намазды бұза ма? Жоқ, бұзбайды. Ұстаз, мен буындап Құран оқып жүрмін, қате емес пе, енді түстім Құранға дейді. Кімде-кім қиналып оқитын болса, оған Құран оқу қиын болатын болса, Алла тағала сол қиналған үшін оған тағы да сауап нәсіп етеді деп хадисте келген. Қаза намаздарды қалай толтырсақ болады деп. Енді қаза намаздарды әр күнге, мысалы, әр күні сол бір 5 уақыт намазды қойып қоятын болсаңыз, яғни бір күнде бір күнді оқисыз, келесі күнді оқисыз. Енді ол жерде адамның мүмкіндігіне байланысты. Енді кейбіреулер бір айда оқып тастаймын деп, бір күнде білмеймін, бір 500 ракат намаз оқыған кісілер болды, бірақ соңынан қатты шаршап қалды. Сол үшін ондай қатты салмақ салмай оқисыз. Ұстаз, қарындасым 4 күн кешіктіріп оразаны бастады дейді. Алла қабыл етсін. Енді сол 4 күнді кейін, ораза біткеннен кейін соның қазасын тұтып берсе, беруін Алла тағала нәсіп етсін. Сәлеметсіз бе, оразада ғұсыл міндетті ме дейді. Оразада ғұсыл міндетті емес. Мысалы, адам сәресіге оянбады, ұйықтап қалды да, сөйтіп оянса ғұсылы жоқ. Немесе түнде ғұсылын бұзды да өзі ерлі зайыпты, сөйтіп ұйықтап қалды да көзін ашса, мысалы, таң атып кеткен, немесе біреу намазға ұйықтап қалды дейік. Енді бұның оразасы бұзыла ма? Жоқ, оразасы бұзылмайды. Тұрып ғұсылын алады, сөйтіп егер таңды жіберіп алған болса, таңның қазасын оқиды, сөйтіп оразасын ары қарай жалғастыра береді. Ғұсылдың оразаға қатысы жоқ. Бірақ күндіз әдейілеп адам оразасын бұзатын болса, осылай, яғни ғұсылын бұзатын болса, ол кезде оның оразасы бұзылады. Күйеуім ораза ұстауыма қарсы болса, қандай жауап берсем болады? Ол өзі осы дүние ғана үшін өмір дейді. Яғни атеист болып тұруға, Құдайға сенбейтін. Енді біріншіден ораза тұту мәселесінде нәпіл оразада күйеуінің рұқсаты керек дейді. Ал парыз оразада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаратушының бұйрығы тұрғанда жаратылысқа бағынуға болмайды дейді. Сол үшін оразаңызды тұтасыз. Енді бұл жерде бір ауызбен айтылатын мәселе емес. Бұл жерде Құдайдың бар екендігін оған дәлелдеп беру керек, діннің ақиқат екенін дәлелдеп беру керек. Бұл дүние ғана шын деген сөзінің дұрыс емес екендігін оған түсіндіріп беру керек. Оған қатысты мен сізге кеңес беремін. Шейх Рамадан Аль-Бути деген кісінің YouTube'да орысшаға аударылған сабақтары бар. Сол жерде ол кісі осы материалистерге, яғни Құдайға сенбейтіндерге жақсы жауаптар берген. Соны өзіңіз тыңдап, қаруланып алсаңыз болады. Немесе тыңдайтын болса, оған тыңдатсаңыз болады. Енді барлығын толық аударды ма білмеймін, бірақ ішінде мен бір-екеулерін кездестіріп қалған едім. Жалпы араб тілінде өткен ол кісінің дәрістері, соны орысшаға орыс тілді бауырларымыз аударып YouTube'қа жүктеген. Соны алып тыңдаңыз, сол жерде біраз мәліметтер бар.
ауыз бектерде дәрет алуымыз керек па? Жоқ, керек емес, қажет емес. Қазіргі пандемия дінді саясат үшін қолданып жатқан жоқ па сіздің ойыңыз деді. Аллаху алам. Алматы қаласы бойынша кестемен ауыз бекітеміз, дұрыс па деді. Иә, дұрыс. Алла атымен уәде берген адам намаз оқитын тастап кетсе, оған Алла жаза бере ме деді. Енді біріншіден Алланың атымен уәде беріп, оны орындамау күнә болып есептеледі. Яғни антты бұзудың өзінің жазасы бар. Жалпы біреуге жаза емес, негізі кез келген адамға тәубе тілесеңіз, жақсылық тілесеңіз, Алла тағала сізге де жақсылығын береді. Хайыз кезінде Құранды жатқа айтуға бола ма деді. Хайыз кезінде Құранды жатқа айтуға болмайды, Құранды ұстап та оқуға болмайды. Жалпы хайыз кезінде Құран оқуға рұқсат жоқ. Тек қана егер, мысалы, университетте емтихан тапсыру керек, сондай бір жағдай болып тұр. Енді ол жерде мен осындай жағдайдамын, маған емтиханды кешіктіріп беріңдер деп айта алмайды. Сондай жағдай болса, сол кезде амал жоқ, оқиды. Ал бірақ былай оқи беру хайыз кезінде дұрыс емес, болмайды ол нәрсе. Қазір өкінішке орай осы нәрсеге көп мұсылман қыздар жеңіл қарап жатыр. Мысалы, мен бастысы 30 күнде хатым түсіруім керек деп, кейбіреулер мысалы сол белгілі күндер келсе де Құран оқып жатыр. Бұл негізі күнә. Ол адам сауап алмайды, күнә алады. Сықыруға бола ма деді. Енді ол шариғатта сықырма деген жер жоқ. Оразада ғұсыл міндетті ме? Оны бағана айттым, ораза ғұсыл міндетті емес. Сапар намазы неше километрден асу керек дейді. Сапар намазы енді шамамен 90 километр. MP3-де Құран тыңдаса, сәжде аят тыңдаса, сәжде уәжіп бола ма дейді. Енді тірі адамды тыңдасаңыз, сәжде уәжіп болады. MP3-ді тыңдасаңыз, сәжде уәжіп бола ма, болмай ма? Бұл мәселе қазір менің анық есімде жоқ. Бұл мәселені қарап көрейін бұйырса. Бізде жалпы фиқ кітаптарында егер сәжде аятының жаңғырығын естісе, сәжде жасау міндетті емес деген секілді мәселе бар. Яғни, мысалы, біреу айқайлап сәжде аятын оқыды, соның жаңғырығын біреу басқа жақтан естіді. Бұл жаңғырықты естіді, сәжденің өзін, сол аяттың өзін естіген жоқ деген сондай мәселелер бар ескі кітаптарда. Енді мынау қазіргі запись жасалып қойылған, бұны сол жаңғырық сияқты қарастырамыз ба, немесе тірі адам сияқты қарастырамыз ба? Бұл мәселе алдым мен бір қараған едім, бірақ қазір есімнен шығып тұр. Сол себепті қазір жауап бермей қояйын. Сәресінде азан айтылғанда ауызға салған тамақты жей салу керек па? Жоқ, жей салу керек емес. Өйткені азанды таң атқаннан кейін айтып жатыр ма? Бұл таң атқаннан кейін жеуге болмайды. Енді бойдан ұрық шықса қалай ғұсыл аламыз дейді. Ғұсылдың бір түрі ғана бар ол. Ол бірінші аузыңыз шаясыз, кейін мұрныңызды шаясыз, одан кейін бүкіл денеңізге су тигізесіз. Нұрлан Гүлзат бауырларымызға осы Рамазанда баспана нәсіп етсін деп дұға жасаңыздар деді. Алла тағала жақсы баспана нәсіп етсін. Балама алапес шығып жатыр, не істеуге болады деді. Енді оны барып дәрігерлермен ақылдасу керек. Шамал кешігіп ауыз бекітуге бола ма деді. Ауыз шамал кешігіп дегенде, яғни кестеде көрсетілген уақыттан кешігіп бекітуге болмайды.
Сұрақтар қайталанып жатыр. Жақсы, осымен эфирімізді тамамдайық. Баршаңызға Алла разы болсын. Кешке егер уақыт тауып жатсам, шығуға тырысамын. Алла амандықта жолықтырсын. Ертең 6-шы параны оқитын боламыз. 6-шы параны, яғни Ниса сүресінің 148-ші аятынан ертең хатымымызды сағат 13:00-де бастайтын боламыз. Алла баршаңызға разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.